Ал қадірменді ағайын, сіздермен Наср сүресінің талдауына тоқталып өтейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза жаа насруллахи вал фатх. Иза деген кезде мына жерде мәт бар, иза екіге созамыз зәні. Сосын жаа деген кезде біз білетін мәтті мұттасыл, мына жерде мәтті мұттасыл кеп тұр, және одан кейін созу себебінен болған хамза кеп тұр, және екеуі бір сөзде кеп тұр. Демек, жаа сөзін төртке немесе алтыға созамыз, Енді бұл жерде төртке созайық. Иза жаа насруллахи вал фатх. Одан кейін біз лафзатулла деген тақырыпты өттік, Алла тағала, Алла сөзінің ләмінің жуан жіңішке оқылуына. Яғни Алла сөзінің алдындағы әріп даммалы немесе фатхалы келетін болса, ләм жуан оқылатындығын айтқанбыз. Кәсіра келсе жіңішке оқылатындығын айтқанбыз. Бұл жерде мінекей дамма кеп тұр, демек жуан оқылатын. Жерде уасыл хамзасы оқылмай кетеді. Иза жаа насруллахи вал фатх. Мына жерде хаға сукунмен түсеміз, тоқтаңыз. Вал фатх. Ва раайтан наса ядхулун. Ядхулун деген кезде мына жерде қалқала жасаймыз, ядхулуна фи, екі жерде де мәт бар, фи ди деген кезде ядхулуна, мына жерде де мәт бар, ядхулуна фи диниллахи афуажа. Енді мына жерде мінекей Алла сөзінің лафзатулланың ләмі жіңішке оқылып тұр. Неге? Алдындағы әріп кәсірәлі болып тұр. Фи диниллахи афуажа. Енді мына жерде афуажа дегенде мына жерде мәт бар. Одан кейін біз айтқан болатынбыз, сөздің соңында әріптің харакаты фатха, кәсра, дамма немесе тәнуиннен болған ун немесе ин болып келсе, тоқтаған жағдайда олар сукун болады дегенбіз. Тек қана ән болса сукун болмай тоқталады. Егер тоқтаған жағдайда бір несін сызықшасын алып тастаймыз да, афуажа деп мәт қып екіге созып тоқтаймыз. Яғни ән болып кеп тұрған әріп екіге тоқталған кезде сукунға айналмайды, тек бір сызығы ғана түсіп қалады да, тәнуин қып емес, табиғи мәт қып екіге созып оқисыз. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا деп әфуажа деп екіге созасыз, яғни ән кесе. Қалғандарының барлығы сукунға айналады егер тоқтаған жағдайда. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Енді мына жерде ережелер бәрі түсінікті деп ойлаймын. Енді мына жерде وَاسْتَغْفِرْ деген кезде мынау ра біріншіден жіңішке оқылады. Өйткені біз айтқан болатынбыз, раның алдындағы әріп кәсірәлі болса, және ра сукунды болса, онда жіңішке оқылады деп. Және тоқтаған кезде мына жерде тоқтау белгісі тұр. Бұл жерде тоқтаған абзал, тоқтамай өтсеңіз де болады. Мысалға, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا деп тоқтамай өтіп кетсеңіз де болады. Бірақ тоқтаған жағдайда онда мынау хәні сукунға айналдырасыз ғой. Сукунға айналдырған кезде ол жерде хә бар екені біліну керек, яғни хә жойылып кетпеу керек. وَاسْتَغْفِرْ деп білдіресіз. وَاسْتَغْفِرْ. Мысалға, оқып келатып мына жерге тоқтасаңыз, хәнің бар екенін білдіруіңіз керек. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Раны жіңішке оқисыз. Сосын иннаху, ху деген кезде мына жерде дамир тұр, көрдіңіз бе? Демек, худы екіге созасыз. Иннаху кана тауаба. Мына жерде тауаба деп аяқталады. Неге? Өйткені мына жерде біз айттық, бұның асылы негізі тәнуин, ән болып тұр мына жерде. Бірақ келесі сүренің бисмилласымен егер бастаған жағдайда сізге бұл жерде сукунды нун немесе тәнуиннен кейін бә әрпі келетін болса, біз айттық қой, иқлапқа айналып кетеді деп. Иқлапқа айналған кезде сукунды нунның нуны және тәнуиннің соңғы ән деген кездегі нуны мимға айналып ғуннамен оқылады деп соны көрсетіп тұр. Ал бұл жерде негізі асылы тәнуин болғандықтан сіз тура мына жердегідей мәтке созып оқисыз. Өйткені ән деген тәнуин ол сукунға айналмайды, ол табиғи мәтке айналады, сөздің соңында тоқталған кезде.
иннаху кана тауаба деп тоқтайсыз. Мінекей қадірменді ағайын, Наср сүресінің талдауы мінекей осындай болып келеді. Алла тағала иншалла ілімдеріңізге жеңілдік берсін, ілімдеріңізді арттырсын, үйде жақсылап қайталаңыздар.